Сәлеметсіздер, құрметті мен Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжаулы Жаңабай Құдайбергенов атындағы орта мектептің бастауыш мұғалімі Булатова Айнұр Жақыпқызы. Мен бүгін сіздерге ұсынатын сабағым 4-ші сынып әдебиет оқу пәні ғарышкерлер кәсіп мәзірі деген сабақ. Сабағымды бастамас бұрын мен ең алдымен оқушыларға космос әдісін түсіндім. Яғни тақтада көрсетілген суреттер арқылы балалар бүгінгі сабақтың тақырыбын ашып алуға тырысты. Сабағымның тақырыбын балалар аша алды. Сабағымның оқу мақсаты эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарды талдау және салыстыру болды. Және менің бүгінгі сабақ мақсатым мәтіндегі эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарды тапсырмалар арқылы талдайды және өз шығармашылық идеяларын ұсынады. Алдымен мен оқушыларға видео ғарышкерлердің ас мәзірі туралы видео ролик ұсындым. Және артынан бірден оқулықта берілген мәтінді 3 минуттың ішінде оқып шығуды ұсындым. Ас мәзірі. Екі тапсырманы орындап болғаннан кейін оқушыларға жөнтека бағдарламасы арқылы 5 сұрақтан тұратын тест тапсырмасын әзірледім. Оқушылар өздеріне жіберілген сілтеме арқылы немесе QR код арқылы кіріп, өздерінің нәтижелерін көріп, бағалау парақшаларына бағалауларын қойды. Бұл тапсырманың бағалау дискриптері 5 сұрақтан тұрғандықтан әрбір жауапқа 1 балдан берілді. Яғни толық тапсырманы орындаған оқушы 5 балды алып отырды. Көрсетеміз бағалауымызды. Тамаша. Жақсы, болды. Келесі тапсырмада мен әр қатарға мәтін бойынша тірек сөздерді ұсындым. Балалар осы тірек сөздерді мәтіннің қай бөлігінен кездестірді, сол бөлігін мазмұндап айтып беруі тиіс болды. Бұл тапсырманың бағалау критерийлері 2 тірек сөз берілгендіктен әр дұрыс табылған тірек сөзге 1 балдан алып отыр. Кім тапты балалар? Кім айтады? Аятым. Командиріміз байқамай азық-түлік коробкасын ашып қалып, азық тамағымыз шашылып кетті. Жақсы. Менің сыныбымда ерекше білім беруді қажет ететін бір білім алушыға көз алыстан көрмейді. Мен осы тірек сөздермен жұмыс барысында оқушыға жеке тапсырма бердім. Яғни үлкен шрифтпен мәтіннен 2 сөйлем алды да осы сөйлемдерді толықтыр. Яғни түсіп қалған сөздерді білім алушы өзі тауып, жазып, және оны бізге дауыстап оқып беруі тиіс болды. Бұл тапсырманы оқушым сәтті орындап шықты. Келесі функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған тапсырма ретінде мен STEM әдісін кіріктіре отырып жасадым. Топтарға тапсырма бердім. Бірінші топқа ғарышқа апаруға болатын қандай тағам түрлері бар, соларды жасауды ұсындым. Екінші топ ғарышқа апаруға болатын сұйық тағамды қалай жеткізуге болады ғарышқа, соны жасауды ұсындым. Үшінші топ ғарышқа апаратын тағамдардың құрамына өзіміздің қандай ұлттық тағамдарды қосуға болады және оларды біз қандай әдіспен жасап апаруымызға болады. Бұл тапсырманы орындауға 15 минут уақыт бердім. Балалар топта бірлесе отырып, уақытқа сай жұмыс жасады және әр топтан 3-4 спикерден шығып, өздерінің жұмыстарын, жобаларын қорғап шықты. Жерін шығарып алды. Ауасын, иә? Ауасын. Жақсы. Иә? Біз ғарышта қалай апарамыз нанды? Мысалы, нан апару керек болса, оны қалай апарамыз? тура. Бірақ ол жаққа ұшақ апаруға болмайды. Неге? Өйткені Иә? Ұшақ не істейді? Қашты. Иә? Қандай болады ол? Қауіпті болады. Жақсы, Бейла, не айтасың? Несі бар сіздің? тағамдарды сақтау үшін бізге оның атымен тағы да оны сақтау ретінде жазамыз. Сақтау мерзімін жазамыз дейді, тағамның атын жазып қоямыз екен пакеттің сыртына, одан кейін оның не дейді? Сызбасын. Сызба, сосын мына не дейді? Құрамы. Әр тамақтың сыртына құрамын жазып қоямыз дейді. Жақсы, рахмет, жұмыстарыңа балалар отыра қойыңдар. Сабақ соңында саралау тапсырмасы ретінде мен өзімді жұмыс бердім, яғни білім алушы ғарыштағы тамақтану ережесі
дәптерлеріне құрап жазып, және оған нақты дәлелдер келтіруі тиіс болды. Біріншісі, ғарышта тазалықты сақтау керек. Екіншісі, тамақ мерзімін ішер кезде сақтау мерзімін қарау керек. Неге? Себебі мерзімі өткен тамақты жеуге болмайды. Себебі денсаулығымызға зиян болады. Үшіншісі, ғарышта тамақ ішіп болған соң шаңсылғышпен тазалау керек. Дарынды оқушыға тапсырма бердім. Сыныбында 2 дарынды оқушы бар. Оларға ғарыш кемесінде ас бөлме қандай болу керек? Яғни ол сурет түрінде бола ма, аппликация түрінде ма, өз шығармашылығымен жасап ұсынуы тиіс болды. Сабақ соңында мен мәзір кері байланысын алдым. Бұл жерде білім алушы сабақты тамаққа теңеді, яғни қарны тойды, тоймады, келесі сабаққа ұсынды, яғни сабақтан не түсінді, яғни қандай жұмыстар жасады, қандай тапсырма білім алушыға қиындық тудырды, және келесі сабаққа қандай ұсынысы бар. Айдия? Бүгінгі тамақта менің қарным тойды. Өйткені мен ғарышкерлер ұйықтап жатқанда белбеуге байланып жататынын білдім. Ғарышта түн 45 минут болатынын түсіндім. Тағы? Не істедің сен? Бүгін ғарышкерлерге тамақ жасап өзім көрдім. Жақсы. Ұсынысың бар ма? Келесі сабаққа тапсырысың бар ма? Келесі сабақта менің ғарышкерлерге тамақ дайындау қалай екенін көргім келеді. Қалай дайындайтын көзіңмен көргің келе ма? Жақсы. Рахмет. Тағы кім келіп байланыс береді? Алихан, не айтасың бүгін? Қарным тойды. Мен ғарышта тамақтар ұшып жүретінін білдім. Нені нәрселерге болады? Келесі? Тағы не білдің? Мен тамақты қайта жіберсең құлап кететінін білдім. Яғни ғарышта тамақтану режимін сақтау керек. Тағы не істедің бүгін сабақта өзің? Не жасадың бүгін тағы? Не істедің? Ұнтар жасадым. Тағамдарды жасап көрдің, өз қолымен. Жақсы. Ұсынысың бар ма? Қай тапсырма қиындық тудырды саған? Маған Қиын болмады ма? Неше балл алдың? 10 балл. Жақсы, тамаша, рахмет. Балалар өте жақсы дәлелді түрде, нақты түрде кері байланыс бере білді. Бүгінгі сабағымда жалпы мен мақсатыма жеттім.